Белгілі тележүргізуші, журналист Айгүл Микей декреттік демалысқа бірнеше жыл бұрын кеткен еді. Одан кейін Айгүл ханым үнсіз қалған болатын. Сөйтсек, осы уақытқа дейін түрлі сайттарды зерттепті. Содан соң нәзік жандыларға арналған портал ашуды ойластырыпты. Қазақстандық, қазақша порталдардың барлығын оқып шықтым. Олардың аздығына көз жеткіздім. Көбіне ресейлік және ағылшын тіліндегі сайттар. Астана қаласының тұрғыны болғанымен Айгүл ханым сайтының тұсаукесерін оңтүстік шаһарда жасауды жөн санапты. Сол үшін де әріптестерінің басын біріктіріп, оларды жаңа порталмен таныстырды. Айтпақшы, мұнда бастаманы қолға алуға әйелдердің талабы әсер етіпті. Қазақ тілді әйелдер тағамның дайындалу жолдарын, күйеуінің назарын қалай аудару керектігін және де басқа да ақпараттарды білгісі келеді. Бірақ өкінішке орай сапасы төмен ақпараттық дерек көздерден әрең тауып жатады. Сондай-ақ қоғамда болып жатқан түрлі оқиғалар да Айгүл ханымды бейжай қалдырмапты. 2016 жыл қазақстандық әйелдер үшін қиын болды. Нәзік жандылардың ер азаматтардан соққы алуы жайында айтпай-ақ қояйын. Аталмыш сайтта күйеуінен зорлық көрген әйелдер психологиялық көмек те ала алады. Сондықтан қажетіңізге жаратқайсыз. Ал Айгүл ханымды жаңа порталмен құттықтаймыз. Нәзік жандыларға берер ақпараттарыңыз көп болғай.